Абай орыс мәдениетіне, оның ішінде Пушкин, Лермонтовқа туыстырған тұңғыш ақын өзі бір ғасыр дейміз ғой. Мен Сәкен туралы да осындай бір даралап айтқым келеді. Сәкен де бірегей топтан мойны озып тұрған, биік тұрған Октябрь революцияшыл болып отырып, оған қатысып, Колчактың түрмесін, азап вагонын бәрін басынан кешіре отырып, Совет әдебиетінің тұңғыш негізін салған өте үздік ақын, өте үздік жазушы, революционер жазушы. Сол Сәкен Таржотайға кешуді жұрттың бәрінен бұрын жазды ғой. Басынан кешірген әңгіме. Бұл совет прозасының, қазақ совет прозасының тұңғыш бастамасы ғой. Бұл енді бір сөзін алып тастауға болмайтын. Бір алтын әріппен жинауға татитын, біздің өмірімізге, тарихымызға, поэзиямыздың тарихына, әдебиеттің, өнердің тарихына кіретін, бір сөзін бұзуға болмайтын, айнытуға болмайтын документ. Көркем документ. Сондықтан мен Сәкенді, ол кездегі Сәкенді Горкийдің тобындағы, майдандағы Сәкен, Емен Бедный, Маяковскийдің майдандағы бірге жүрген Сәкен деп есептеймін.